Егер сіз қала тұрғыны болсаңыз, сізде жолды жиі кесіп өту сәттері күнделікті орын алады. Алайда, сіз жолдан өту арқылы өміріңізге қандай қауіп төніп тұрғанын ойладыңыз ба? Бұл жерде сіздің өміріңізді сақтап қалуы мүмкін бірнеше қарапайым жол ережелерін қаншалықты жақсы білетіндігіңізге байланысты. Бала кезімізден бізге бағдаршамның қызыл түсі жанғанда жол жүруге тыйым салынады деп үйретті. Кейбір адамдар бұл ережені жек көреді. Жаяу жүргіншілердің көпшілігі әлі де жасыл түс пайда болғанша күткенді жөн көреді. Жаяу жүргіншілер өткелінен өту кезінде алдымен сол жаққа, содан кейін оң жаққа қарау керек деген ереже әр балаға белгілі. Бірақ бұл маңызды ережені өміріңізде бір рет елемей қалу сізді тура өлімге әкелетін қателік болуы әбден мүмкін. Асфальттағы зебраға сенбеңіз, бағдаршамға сенбеңіз, жүргізушілерге де сенбеңіз. Әрқашан айналаңызға қараңыз. Жол апаты орын алған жағдайда әрине жүргізуші кінәлі болады. Алайда сіздің өміріңізге үлкен қауіп төніп тұрса, жол жүру ережесінің мәні бар ма? Жолды кесіп өткенде ешқашан асықпаңыз. Егер сіз маңызды кездесуге кешігіп қалсаңыз, немесе соңғы автобусты жіберіп алудан қорқатын болсаңыз да, асықпаңыз. Мүлдем келмей қалудан гөрі бір рет кешігіп келген әлдеқайда жақсы. Егер сіз қою түсті киім киіп, түнгі қалада жаңбырлы ауа райында серуендеуді шешсеңіз, қырағылық сіздің серігіңіз болуы керек. Өйткені жүргізуші сізді байқамауы мүмкін, ал сіз байқатуға тырысыңыз. Шағылысатын элементтері бар киім киіңіз, немесе смартфонның шамын пайдаланыңыз. Жолды кесіп өту кезінде оны жүргізушіге қарай ұстаңыз. Жол қозғалысы ережелері көп емес, бірақ бұл ережелерді білу сізді көлік қағып кету қаупінен сақтайды.